бақылаушы рөлінде. Ол бәрін бақылап қадағалағанды ұнатады. Яғни құрбанның отбасын бақылайды. Ол мысалға жаңа құрбан сіңілісі болса, оның сіңілісінің балалармен қарым-қатынасын, күйеуімен қарым-қатынасын, ұжымда не болып жатыр, ылғи да бәрін контрольға алу, бәрін бақылау. Бәрін жан-жақта жүреді. Тағы бір құтқарушының минусы, үлкен минусы, ол өзгелерді бақылайын деп отырып, кейде өзін құтқаруды ұмытып кетеді, я болмаса өзіне көмек беруді ұмытып кетеді. Өзін осыдан деструктивті қарым-қатынастан құтқаруды ұмытып кетеді. Сонымен қатар, егер өзгеге көп көмектесіп, сол құрбандарға көмектесу нәтижесінде, қудалаушылармен шайқасып күресудің нәтижесінде өзінің өмірлік мәнін жоғалтып алуы мүмкін, және де отбасындағы қарым-қатынас жоғалтып алуы мүмкін. Есебі қандай? Жаңа айттық, бақылаушы рөлінде контрольда ұстау, бәрі контрольда ұстау. Шығыны қандай? Кейде бұндай адамдар бастапқыда құрбанға өте ұнайды, бұл құтқарушы ылғи да ұнайды оған. Онымен манипулировать етіп отқандай болады. Бірақ кейде сенімнен кетеді екен. Сыйластық жойыла бастайды екен. Өйткені кімге ұнайды бақылаушы рөлінде болу ылғи? Міне осындай позицияларда болады екен. Ал енді қарап отырсақ, Фрейд айтқанда вся проблема в детстве дейді. Барлығы балалық шақтан негіз алады. Не үшін балалық шақтан негіз алады? Себебі құрбан көбінесе отбасында махаббатты көрмесе, жылулықты көрмесе, я болмаса бір қолдауды көрмесе, онда осы мені аяса екен, маған жаны ашса екен күйде болуы мүмкін. Әсіресе кейбір адамдар ауырғанды ұнатады. Жиі естисің, олардан ауырып отырмын, көңіл күйім жоқ, мазам жоқ. Яғни сол сөздерді айтқан кезде біреу оны аяса екен, жаны ашса екен. Мүмкін балалық шақта өзі ауырып қалған кезде мамасы келіп құшақтады, мамасы келіп жылы сөздерді айтты, жақсы көрді. Сол кезде анау бір бейсанасында қалыптасып қалған бір ой бар, тұжырым бар. Яғни мен ауырсам, мен аяйды екен. Мен сөйтіп махаббатты алады екен. Яғни ауырған жақсы, көңілге түсіп жүрген жақсы, қиналып жүрген жақсы. Сонда маған мамам, папам, бауырларым, құрбыларым көмектеседі деп. Міне сондай бір тұжырым қалып қойылды. Бұл әрине бейсаналық түрде, сонау бір 7 жасқа дейін қалыптасқан бір установка тұжырымдар. Келесі құтқарушы позициясындағы адамның балалық шақ қандай болды? Көбінесе ондай балалық шақтағы адамдар, олар да вниманиен көңілді қалаған, көңіл бөлгенді қалаған, махаббатты қалаған. Бұл үшеуіне де керек махаббат. Внимание, көңіл бөлу, махаббат. Көбінесе салыстыру, соперничество негізінде қалыптасқан. Мысалға жаңағы көршінің баласымен салыстыру, достарының балаларымен салыстыру, я болмаса үлкен әпкесімен салыстыру. Сөйтеді, сол салыстырудың нәтижесінде ол мықты, мен одан да мықты болуым керекпін. Яғни тағы да Эрик Берннің ол окей, мен жаман, ол жақсы, мен жаман деген позициясын ұстанған. Сөйтеді, өзі жаман, мен жаманмын, бірақ мен жақсы болу үшін не істей аламын дейді, бір жақсы әрекеттер жасайды. Сол кезде бір жылы сөз естіп қалады, жылы бір көз қарас естіп қалады да, яғни біреуді көмектескен, біреуді құтқарған, біреуге жаны ашыған дұрыс екен. Біреуге көмектессе, яғни мен осы қазір мамама барлығын жасап көмектесе, маған ерекше қарайды, мені жақсы көреді деген секілді. Көбінесе құтқарушының бала шағына тоқталатын болсақ, олар өзінің інілеріне үлкен бір қамқорлық танытады. Осы тұста тағы бір айта кететін нәрсе, кейде бізде қазақ отбасында үлкен балаларға жауапкершілікті артып қою. Сен осыларға жауаптысың, сен осыларға қарап саған өседі. Ол әрине жақсы, өйткені үлкен балаға қарап өсетін рас, бірақ өзінің мама, пападағы рөлін сол өзінің балаларына, ересек балаларына беріп қояды да, кішкентайлардың рөлін соларға қара деп сол рөлді беріп қояды. Сөйтеді, олар сол баламен де тез есейіп ересек менге көшіп кетеді. Содан кейін мүмкін жаңағы бейсаналық түрде өзінің бауырларына, болмаса өзінің бір достарына көмектескен кезде көбінесе мен мама, ата-ана менен неге кетеді. Яғни санасыз түрде, бейсаналық түрде
ата ана мен рөліне кіріп алады. Осы рөлді ойнаған ұнайды. Себебі не істеген уақытта? Оны тыңдайды, ол бақылауға алып отырады. Енді құтқарушы жаңа мен айттым, бір тәжірибеде кездескен отбасында өзінің қызымен қарым-қатынасы нашарлап кеткен деген. Яғни қыз айтады, сіз мамама айтыңызшы, ол менен гөрі өзінің сіңлісін көбірек жақсы көреді. Тіпті үйде бір жаңағы әдемі менің көйлегім тұрса, менің атқан көйлегім тұрса, ол маған қарайды да, оның мамасының сіңлісі қызынан бір 3-4 жас үлкен екен. Мүмкін сен кимей ақ қоясың, мен сіңліме апарып берейін. Сонда кішкентай қыз іште жылаған, неғып мен өз сіңлісі болмадым, неге мен оның қызы болдым деген секілді. Яғни бұл жерде тағы да біз қызының құрбан күнінде екенін көріп тұрмыз. Екінші үлкейген кезде ол айыптау рөліне еніп отыр. Міне қараңыздар, егер сенде өзіңде жоқ болса, сен оны қалай бересің? Яғни құтқарушы көбінесе жақсы сөз есту үшін, жарайсың, сен болмасаң не істер едім, сен ылғи бізге көмектесесің деген сөздерді, жақсы сөздерді есту үшін, балалық шақта сол сөздерді естімеген, үлкейген кезде сол сөздерді есту үшін осы құтқарушы позициясына еніп кетеді. Айыптаушы қандай? Қудалаушы көбінесе өкпелі. Оған да махаббат керек. Яғни ондай балалар көбінесе сын айтылатын, критика айтылатын отбасында тәрбиеленген. Яғни бұл жерде сын өзіне айтуы мүмкін. Я болмаса жаңағыдай кейбір жағдайда ондай қудалаушыларға жаңағыдай сен күдіріс деп, сен күдіріс бір бетпақтанып, ашуланып бір тірлікті жасаған кезде мүмкін мамасы да әпкелері ма айтқан шығар, ой ол осы сондай бір бұзық ашушаң осыны айтқан бола қойсын деген секілді. Яғни түпкі санада оларда не істейді? Сол программаны енгізіп қойды. Мен ашулансам, мен бетпақтансам, мен ызаланып, өзім айтқаннан қайтпасам, менің айтқанымды жасайды екен, бұл дұрыс деген позицияны ұстанады. Жалпы бұл құтқарушыға да, қудалаушыға да, құрбанға да бәріне де көңіл күй керек. Адамдардың көңілі керек, адамдардың махаббаты керек. Олар сол махаббатты ала алмағаннан кейін осындай формада, осындай рөлдерді ойнай отырып алады. Егер де адам осы рөлді ұзақ ойнайтын болса, онда міндетті түрде оның психологиялық дамуында, адамдармен қарым-қатынасында және психикасында өзгерістерге ұшырайды. Осы тұста құрбан көбінесе құтқарушыны психолог ретінде ұстануы мүмкін. Бірақ ол психолог емес, ол құтқарушы. Ол мені жаңағы қудалаушыдан құтқарып қалшы деген секілді. Бұл үшеуіне де психолог қажет, үшеуіне де тамаша психология, психотерапевт қажет. Бұдан саналы түрде шығу керек. Өйткені бұл рөлдер ол адамға, адамның дамуына, жетілуіне, өзінің құндылықтарын дамытуда, мақсат мүдделерін орындауда, армандарын орындауда бұл үш позиция кедергі келтіреді. Келесі сұрақ, енді қалай біз осыдан шығамыз? Қалай шығамыз? Үшбұрыштың шығу ережелері сұрау. Әр қашанда өзіне шешім шығаруға мүмкіндік беру. Яғни, өзің қалай ойлайсың? Яғни, оның өзің шешім бар екені көзін жеткізу. Қандай шешім болсын? Оның өзін ойын тыңдатқызу, өзіне сұрақты қойып, өзіне жауапты алдырту. Яғни, ол адамды қолдау. Сенің қолынан бәрі келеді, мен сенемін. Сен осыншама уақыт мол тәжірибе жинадың. Яғни, сен қолынан келеді. Сен өзіңмен бір шама жұмыс жасасаң, әрине сен жетістікке жетесің. Мүмкін ол тәжірибең, ол өмірің сенің болашақта өміріне мықты қадам, яғни қолдау көрсету. Тығырықтан шығудың 10 тәсілін ұсыну. 10 тәсілін ұсыну. Қазір өте көп интернет желісінде. Яғмаса басқа біреудің өмірінен, өзінің өмірінен 10 тәсілді ұсыну. Өзіне ыңғайлысын таңдайды. Сонымен қатар, егер жаңағы осы рөлге еніп, кәдімгідей барлық салада, жұмыста да, үйде де осы рөлде болатын болса, онда міндетті түрде белгілі маманға жүгінуіне ұсыныс жасау. Яғни белгі бір
психологқа, болмаса психотерапевтке жүгінуіне ұсыныс жасау. Сіздер біле білсеңіздер, бұл үшеуі де, негізгі үшеуі де, егер де дер кезінде осы рөлдерден шыға алмайтын болса, олар өте аурушаң, болмаса ауруға шалдыққыш болып келеді. Яғни ол енді психосоматика жағынан қарайтын болсақ. Сонымен қатар бір адамның өмірінен бір мысалдар, әңгімелер келтіру. Осы тұста Джоан Роулинг, Гарри Поттердің авторы, Джоанна Роулинг, Гарри Поттердің жазушысы, Гарри Поттер кітабының жазған үлкен атақты ғалым, атақты жазушы. Мен енді ғалым деп айттым, ол жазушы. Сол өз өмірінде бастапқыда құрбан күйінде болған. Ылғи да мені аяса екен, маған жан ашса екен. Ылғи да әкесінің махаббатын алу үшін бір әрекеттерге барған. Тіптім әкесіне бір ертегілер жазып, әңгімелер жазған кезде әкесі оның әңгімесін жақтырмай, жыртып келесі жол бұндай нәрселер жазба деп өкпелеп қалған. Себебі әкесі Джоаннаның орнына Джоан деген баланы күткен. Одан кейін сіңілісі туылған кезде тіптім әкесі анасына ренжіген. Неге сен ұл тумайсың деп, қараңыздар. Сөйтіп екі қызын толықтай еркек секілді, ер бала секілді өсіріп, жаңағыдай тәрбиелеген. Джоаннаның айтуы бойынша, біз көйлек кию бізге арман болатын еді. Тіптім әкеміздің махаббатын алу өте қиын болатын еді. Бір күні әкеміз айтты дейді, бүгін сендердің шаштарыңды қырққызам, бүгін сендерді шаштаразға апарам дейді, шаштаразшыға апарам дейді. Сол кезде біз сіңіліміз екеуміз қуанғанымызды көрсек, аулада бүкіл балаларға мақтанып шықты. Папам бізді қыдыртуға апара жатыр деп. Шаштаразға келген кезде екеуінің ұзын, әдемі шашын алып, баланкіндей қысқа қып қырқып тастаған. Сонда Джоанна тіптім қарсылық білдірмей жылап отырған. Кейін әкесі оған жазуға рұқсат бермегеннен кейін Джоанна ауыра бастайды. Түн ішінде сандырақтай бастайды. Көзіне әртүрлі нәрселер елестей бастайды. Оның ертегі жаңа шығарған өлеңдері, шығарған ертегі кейіпкерлері көз алдына келе бастайды. Содан мамасы мектеп психологына апарған кезде, мектеп психологы мынандай кеңес айтқан екен. Егер де сіздердің қыздарыңыз жаңағы психикалық аурулары бар, емханаға жатсын демесеңіз, онда оның сол қабілетін, жазу қабілетіне шектеу қоймаңыздар. Оған шығармашылық ашылуына жағдай жасаңыздар дегеннен кейін барып, анасы мен әкесі біршама рұқсат берген. Бірақ әкесі ешқашан тыңдамаған, оның тамаша тыңдаушысы өзінің сіңілісі болған. Бертін келе үйленген кезде де құрбан күйінде болған. Оның құтқарушысы әрине кім болды деп ойлайсыздар? Сіңілісі болған. Кейін сіңілісі оның әпкесінің талантын көре отырып, оған енді тек қана құтқарып қана қоймай, жақсы ұсыныстар енгізе бастайды. Жазғанын қалайды. Оны ылғи да қолпаштап қолдап отырады. Әрине осы тұста оның қудалаушылары болды, Джоаннаның. Ол кім? Оның әкесі, тіптім анасы қайтыс болған, ол тіптім қатты стресске түсіп кеткен. Одан кейін оның күйеуі. Тек сол құтқарушы оның әпкесі мен сіңілісі мен оның сіңілісі және бір құрбысы болған. Көбінесе сіңілісі. Кейін саналы түрде құрбан күйінен шыққан кезде бізге тамаша Гарри Поттер деген керемет құнды әдеби шығарманы ұсынып отыр. Міне бұл бір адамның өмір тәжірибесі, қандай адамның, жұлдыз адамның, қазір ол қандай адам. Міне сондай мысалдарды келтірсек болады. Келесі. Шешімді жаңа айттым, бірге іздестіру. Неден бастаймыз? Яғни шешімді іздестіру. Жолдарын іздестіру. Метафора қолдану, мағыналас аңыздар, адамдардың өміріндегі оқиғаларды айту. Яғни ол сондай бір жеткілікті сол адам оятатындай күйде болу керек. Келесі өз шешіміңді беру.
бірақ бұл менің шешімім, бұл өзінің ұсыныстарыңды беру. Ескерту бұл тек ұсынысым ғана, сен өзің шешімің бар деген секілді. Ешқашан біреу үшін шешім шығармаңыздар. Өйткені сіз шешім шығаратын болсаңыз, ертеңгі ол дұрыс болмай қалса, ол ұнатпаса, ылғи да сізді кінәлауы мүмкін. Сол себептен шешімді тек тұлға өзі шығару керек. Сонымен қатар интернет ресурстарына сүйене отырып кеңес алу, өзіме жұмыс жасау. Тағы осы тұста тағы айта кететін нәрсе, тереңнен жұмыс жасау. Тереңнен сол балалық шаққа үңілу. Балалық шақта тікендерді алып тастау. Анау бір кішкентай ғана қоянның, кішкентай ғана ойыншықтың кірпі секілді тікендерін алып, оның сол болмысымен қабылдау, өзін жақсы көрін қабылдау, өзінің табиғи болмысын қабылдауға мүмкіншілікті ашу, сол мүмкіншілікті беру. Қарап отырсаңыздар, Карпманның үшбұрышы өте қызық. Егер осыдан саналы шығатын болса, құрбан философқа айналады, құтқарушы герой дейді, жаңағы батыл кейіпкерге айналады, батылға айналады, ал қудалаушы мотиваторға айналады. Себебі қудалаушылар құрбанды ұрсу арқылы кейде мотивация беріп, оның оянуына да әсер етуі мүмкін. Бірақ егер құрбан одан саналы шығатын болса, көбінесе айтады ғой, мен дұшпандарыма осы кімнің жаңағы осы тұста, мен қазір ұмытыптым, автор кім екенін. Мен дұшпандарыма рахмет етемін, өйткені осы жолға келуіме солар ықпал етті деп. Міне сол секілді. Кейде осы құтқарушылардың, құрбандардың әрекеттері, осы қудалаушының әрекеттері оның саналы шығуына ықпал ету мүмкін. Яғни осы рөлден шығу керек, саналы түрде шығу керек. Міне осындай бүгінгі Карпман үшбұрышы туралы қысқаша осы. Көп айтуға болады Карпман үшбұрышы туралы. Тіптен осы психологиялық кеңес беру барысында, клиенттермен жұмыс жасау барысында бірден білесің қай рөлді алып жүргеніне. Құрбан күйі қандай күйде отырады, отырысына мән бересің, сөйлеген сөзіне мән бересің, әрекеттеріне мән бересің. Сіздер білесіздер, қарым-қатынастың бізде екі түрі бар, ол қандай түрлері? Жаңағы сөз арқылы қарым-қатынас қатысу және вербальды емес қарым-қатынас, сөз, мимика, жест арқылы қарым-қатынас қатысу. Ал сіздер білесіздер, көп информацияны біз жест, мимика, сол бір бейсаналық түрдегі әрекеттерімізден аламыз. Сол себептен алдыңызға келген клиент бірден анықтай аласыз, Карпманның қай бұрышта жатады және одан қалай саналы шығаруға болады. Дәрісімді қорытындылай келе айтқым келеді. Барлықтарыңыз жүректеріңізге махаббатты жіберіңіздер. Және ол махаббат, өзіңнің жүрегінде махаббат болса, сен өзгеге махаббат сыйлай аласың. Қасыңыздағы адамдарға, балаларыңызға, жақындарыңызға махаббатты бере алыңыз. Бірақ ең басты өзіңе жіберу, өзіңді қабылдау, бар болмысымен қабылдау. Ал осындай деструктивті модельдегі рөлдерден шыға алу, саналы түрде шыға алу. Жақсы, сау саламатты болыңыздар.